Мамам өлгесі оңып кеттің ғой. Оңып кеттім. Оңып кеттің ғой дейіп. Сенші, саған да жақсы болды ғой. Оңып кеттің ғой десің, нағылып өтсің. Оңып кеттің ғой деп естіп жатырмын ғой мен. Көмектесет дейсің де. Иә. Балаларды бағат, оғын туат. Көтендерінің құртын алып отырады таликпен. Шамның тоңқайтық қой. Шаңға иә бәріміз очередке тұратын едік қой. Глистыларымызды алдыртып шықытып. Сейсенге ақ түбіттен 5 саусақ қолғап, шәрпек тоқып берді ғой. Қайда олар? Бәріне арақ ішіп ойып бөлді. Қайда дейді ғой, 50 жыл, 60 жыл бұрын ғана. Ой, көрсетті тұрады. 1 жылда тақпаған ба? Беліне, бәріне айтып жүрді ғой, көм апай болғанда Ақтөбетке беліме де орап, нетіп жүрді деп, тоқып беріп жүрді деп айтып жүрді ғой, көм. Беліңе салқын тиеді деп беліме, мойныма, мойын шәл бәрін тоқып беретін еді деп айтып жүрді ғой. Сен айтатын едің ғой, бәлік қыздарға қоңыр түбіттен тоқиды да, қылшығын алмаған саған әппақ ешкінің түбітінен үлпілдетіп қылшығын ақтап, сосын мына білектеріне резинка салғанда қоңыр ақ етіп сәнділеп тоқып береді деп айтатын едің ғой. Аналар қылшықтарын бәрін тазалап отырам ба деп кете түсіп қалады деп сөйтіп тоқиды деп. Бүйтіп бір саусағы бөлек, мына бас бармағы бөлек қолғап тоқитын еді ғой сосын мамам. Иә, 3 саусақ қолда. Иә, 3 саусақ күшті да. 5 саусақ тоқып жүреді, 5 перчатка, 3 саусақ тоқиды, тұтас қолғап тоқиды, үлпілдек. Тұтас қол тоңбасқа жақсы. Иә. Тұтас тоқыған. Иә. Аналар сәндікке ғой. 1 класста мен білем, әппақ түбіт перчатка кигенімді. 5 саусақ перчатка, үлпілдек әп. Сарпәлтөм болды. Сарпәлтөмменен әк. Не қырау көдерсің бәрді тұрыстыр. Жаңа бұзаубас кірді ғой. Бұзаубас ба шегіртке мен жақ жеме. Ан жаққа жарыққа келіп тұр ғой. Терезе керек қой мына жерден тұрсында. Форточка ан жақ ашық тұрса да бәрі ыссы. Жастық шақтық қызық қой. Сәкөнай аман есен келсе, ойлаған едім, әккім 21 сентябрьге қарсы бәріміз ұйымдасып 65 жылдығын өткізіп жіберсек деп сіздердің үйленгендеріңізге. Кімнің? Алдын енді Сәкөнай, сендердің үйленгендерің енді 58 жылдан бері қарай. Ой. Сәкөнай аман есен келсе, бәрін келгенінен етіп сентябрьдің 21-інде, ноябрь, декабрь күн салқындап кетеді, боран, келе алмайды, жол қатынасы нашар дейді, тағы бірдеме дейді. Өзі жұмысқа кірісу керек, киіну керек, балаларын киіндіру керек. Қашан? Декабрьдің 8-інде сендерде тұра шауып, қыстың ішінде үйленіп. Не тұра аштың 8 декабрьде? Айырып қалам. Әкен ғой, ала қашып жүрген. Сен болар, может? Мен не? Бойы 2 метр. Кел дедім бе? Бойы 2 метр красивый жігіттен айырып қаларым, қыздар алып кетер деп тиіп алған. Көркем жігіттен деп. Мен де көркем болдым деш. Байға тиеттегеннің артындамын білмеймін ғой шын құдай. Мүмкін байға деймін. Талиғаға жынданып деш. Бармайым деп. Сені күштетіп алып келген ғой, айттың ғой, Ержан атам арба менен Қасымды ілестіріп жіберіп алып келді деп. Қасым бар, мамасы бар, қарындашы бар. Мә? Алтын. Кім, Ұрыстапа да бар ма, кемпір? Бар. Сен алып келуге барғанда? Иә. Мә, оларды айтқан жоқсың ғой. Бар ғой. Тырым-тастың Күпіге орап, тоңып қалмасын деп орап алып келді деп, тұлыпқа. Иә. Ой, тоңып қалмасын ол көрсетпейін деп ораған болып тұр ғой. Қой, сонда бір жақсы аттағы жоқ. Декабрьде енді көрсетпейін деп тиді. Тұлып екен деп ойласын деп алып батқан.
Арысты бабушка де алып келді ме сені? Өзі барып, парат жектіріп деп айттың ғой, қасымды ілестір жерді. Мен шай беріп, атаның кемпірі. Күшті дейді ғой атаның кемпірі. Ай, мама бір қыз кетті сәнді қасыма қол. Өзі аңқауға келдіркен. Апын ба ол? Иә. Сосын. Үйді өзін ол тұрмайды. Сен барып тұрсың ба көндерге? Үйіне? Иә. Қасым келіп алып кетті ғой, магазиннен. Иә. Пайыз бар, мен қасымда. Шемішкей май алып келдім, кемпір каталог ұстатып жіберді маған. Басардың болмаса. Сосын. Каталог қайда қалды? Балаға беріп кеткен болар баған пайызға. Сосын. Онда оларына кімнің үйінде жатады? Сұңғаттың үйінде. Бауыржанның үйінде. Сен бара бер деп баланы қоя берген ғой. Сен көзі барам деп. Бұл мұнда келген көкіріз. Сосын. Оның қасым шыққан шықса есік алдында келіп тұр дейді бір қыз. Үйге шауып келді елер. Өзі аңқау жатқан елерге. Иә, қасыма қалып сондай болды ғой. Мама деп. Сосын. Ол білмейді ғой, ораз ғой, айтып берген оған. Қағаз апарып беріп жүрген ораз ғой. Записка тасушы дейсің, почтальон. Ұстатты да қайқайды ол. Оны талиға жолдан көрді. Әй, Еркежан әлгі пәлен шағаттың баласы жатыр еді, келді ме үйге деп. Оны көрген жоқпын деуім керек қой, мен же. Сосын. Не алды? Ол талиға барып машинаға айтқан, бала келді ме, бұзау жүр. Қайда бұзау болмаса кені? Сосын. Ол не айтты? Сосын. Бұзау жүрді. Ол сау өлген жоқ депті ғой сосын. Сезгенде олар. Сендер қашайын жүрсіңдер де? Алып қашайын деп, біреуін қашайын деп. Біреуін алам деп, біреуін тием деп келісіп жатсыңдар ма? Енді алып кетті ғой енді қашан. Енді? Соңынан ғой жоқ деп жатыр ғой, 2 күннен кейін. Қыз жоқ. Оразаққа не қағаз тасып жүр? Сол маған, мен мынау сайқыннан күтіп отырмын. Киноға барам деп кел деп жазып жіберді. Қартанда күшсіңдер ғой, киноға бар ғой. Мен как раз ана басқа бөлмеде от жағып отырғам. Оқыдым да жағып жібердім отқа. Күштісің ғой, сен Штирлиц. Жоқ қыласың сразу. Із қалдырмай. Мен өмірімде киноға барып көрген жоқпын. Күтсе күтер, күтпесе кетер. Оғына қондым, ертеңгі күні шықтым ғой, түс кетемін. Өзің күштісің ғой? Иә. Тәкапар. Бір күн күттіріп. Кетті, әлгі парақшанан алып келуге Ешенғайдың үйіне кетті де. Парақшанан үй? Ешенғайдың парақшанасы мені жегіпсің ғой. Алғымдікі. Сөйледі ғой. Паратта өңді, дарау. Енді тарантасы Ешенғайдікі ма? Иә. Ол қандай тарантас деген? Арба тұрды аяқ. Сол уақыттағы машина соққысының сәндік дейсің, иә, тарантас арбалармен Арбатта да жүрген ғой, Москвада ма. Ең күшті арбалар. Күймеден кейінгі, күйме әлге біткен баспалдағы бар, терезесі бар, байлардың күймесінен кейін тарантас арба күшті, иә. Екі аяққа сыймайды ғой. Сосын, Ырыста әже бар дейсің. Иә. Езін атам қайда? Үйде күтіп отыр ма? Ата қайда онда? Ата үйде қалды ма? Кім? Ержан ата қайда? Иә, үйде қалды. Ол ертеңін соғым-соғымға шақырған ғой. Ол Ержан айтып қойды. Қыздарымды іздемеді анадарына, біздің ауылда деп. Кім шақырған? Мәселе аталар ма? Иә. Мәселе қуып жүріп тұрсын, мәселе кетті Ержан. Онан ол келген Елмақайға. Ары машинамен. Мәселе кейін. Мәселе ма? Ермекқайға кім келіп тұр? Мәселе дейін. Асыр айтам мен мәселе ма деп. Ворошиловқа келіп тұр ма? Ворошиловқа келіп тұр ма? Сосын? Сосын Ержан Ермекқай айтып та, неше күн болды, бір жұма болды. Не бетін барасың? Ол бармайды тұрыр саған. Өзім еркіммен тейтінбейді, сонда деді. Астын шолда қайғай деді. Дұрыс айтқан Ермекқай ағай.
ертеңін келді ғой. Ермекай. Біз ситәлді сәрсенбедеміз. Қара тұлыппенен нарды жегіп алған. Шана ма? Шана. Соған келіп шәкір келінді боласың ғой, қайыр болсын деп. Соған қалды ғой. Сәрсенбәлде. Сәрсенбәліге түстің бе? Оның шоу жоқ көшірді сатқа. Сөп қарғалың ұран соқты үшкін. Үшкін тұрт қой шулап шағылмай тұтқа. Соған бөлдедірмен келіп Ермекай жол салдырып қайта бітеліп жатыр. Соған сатқа апарды ғой. Қайыр шығарттың. Ондағы нән скірт басы қара бидай. Қалынбайды. Құрмаға екеуін мынау қалды, маған шуымыз келді. Қартекеу қалды мынау. Жекем алмайын. Соның яғына барда көштік қой, бейбіралда көштік қой. Марттағы қойды, оғырағын келді қойды. Сәрсенбәліден бе? Саттан ба? Қайда келдіңдер? Сәрсенбәліға. Ол қай жерде Сәрсенбәл деген жер? Сат деген жер. Қай білмейсің жоқ жүрді. Сит қай жақ па? Орында жоқ бұл. Сит қай жақ па? Мен шоқындардың отырған жері жақын. Деватий ма? Деватийдің ар жағы. Точкілерді. Деватий деген жазғырым бол. Онда деватий демейді, ғайлыман шалашты. Мына точка ол ашылғаннан кейін ғой, военный точка болып, 9, 11 точкалар болды. Военный тұрған ба бұрын? Иә, военный часть болды ғой. Сол полигонға бергеннен кейін өзгергендері ғой аттар, 9 точка, 11 точка деп военный частьтар. Сапура 58-де түсті. 59-да келді. 50-60. Арқамды қараш, деп сейдейді. Жеді қараймын. Аллай, суында қамырмен сау ойды кісі. Жарым бұл. Сапур апаны ма? Сапураның арқасын қамшымен тіліп салған ғой. Ақкүн ба? Жеңге деп. Ат қоймайсың деп. Ат. Бәрі қоймайым, жеген таяғым жеп алдым деп. Қарды Сапур апаны қисық екен не алсын. Екшелек лақтырды, шапты ғой көрі. Бақырып Аптырын қуып жетіп, тарттым қамшымен. Көйлекшен ғой, жазы күн. Бисаған көрсетті кеште. Қапқара ұрысып кетті арқасы. Байғыз, дойыр қамшы болар енді, атса айтын. Жарым осының мал жемекен. Қасымақада сенімен жаман ойнайды дейді ғой, бақтапым айтады ғой, көтеріп алады да диванға ырқ еткізіп лақтырады деп сені. Құртаққандайды. Иә, сені жеңгеде ойнағанда. Ойнағанын көрген жоқпын. Калмагор сиыры кәтір, сүтті калмагор сиыры кәтір деп айтады дейді сосын. Ана сүт көп беретін сиыр бар, Украина жақта калмагорский корова деп айтады дейді. Қасымаққа орысша оқыған ау деймін да? Бәсекілен орысша сөйлейді сол. Жаман қатты ойнайды, ұлғаным құртаққандайды, бақтапын қайтатын. Қатты ойнайды жеңгесімен дейді. Көтеріп алып диванға лақтырады дейді, құртаққандай өзі кісіні. Жеңгелермен қатты ойнаған болып тұр ғой бұрындар, қайнылар. Қазіргі үйтіп көрсінші біздің келіндерді, Сәкөней. Үйшанға соқ ба, таяқталып қолына. Соқпа деп па? Бұлай қарап, суға қатыр екен. Онда қат бар ма? Бар ма? Қай қат, Бижан ата ма? Бишен ақаның Әкесі. Бижан. Бижан. Ол неғып соқтырып отыр екен? Ол келгенше бұл қашып кетеді оны соқтырмай. Сонда не ат қою керек па сізге обязательно? Көркем жігіт бірдеме деп ат қой деп тұрған бол? Мырза жігіт тағы бірдеме деп. Ат қой деп жүрген. Соны айтам енді, ат қоя салсақ айтады, таяқ жеген Сапура. Ой, албай. Сосын мен қойдым оған сары балпақтап. Жат деп, сары? Сары балпақ. Неге балпақ?
Сапар апа жақсы ғой. Соңғы рет 80 жылдығына барғанда мені шақырып алып, ішеміз кеш деп, бір зат айтайын деп жатыр екен. Еңкейсем, қайта бүйтіп сүйіп жатыр, 3-4 рет бүйтіп. Сендермен ілесіп бардың ғой, бір 80 жылдығына барда. Қайта сүйіп деп. Құда түскен сосын қыз бен жігіт жолықсын деген ғой. Жолығады деді. Содан онда Бижамал үмбет қойды зат деді, Бижамал сатып шығады. Ondan ekevin жолықтырған бізді сыртқа жіберген ғой. Содан бізді сағалап қараймыз, тұр. Үндемейді. Сосын айттым дейді, сен нені аласың ба, алмайсың ба? Алам деп сосын. Үндемей ұялсақ қойып осында. Қартын айтып тұр ма? Иә. Күйеуге шығайын деп жүрген жігітін айтып тұр ғой. Құда түскен ғой енді. Біздің балаға жолықсын біріне-біріне әлі. Соған жолығу бізде ғой қарап жүрген сағалап. Жұмабайдың әкесі ма ол? Бижамал, сол Бижамал ма? Дәулетіп Жұмабайдың мамасы? Қай Бижамал? Жұмабайдың әкесі. Жұмабайдың әкесі ма дейді, баласы ғой Жұмабайдың. Иә. Сол тиейін деп жүрген соның әкесі ма деймін? Иә. Кім ат? Үмбет? Үмбетті де. Дәулет үмбет. Портретті ауыстырып алған Бижамалдың деп отыратын. Мә, сөйтті ме? Бірінші әйелі ана Исатайдың мамасыға. Мұртсайда. Дәулет Исатайдың ба? Тәндейлі. Мә. Кім? Дәулет Исатай сол бәрі, да? Сол ана үмбет қарттың бірінші кемпірі солға. Мә. Аты кім дейсің? Тәндейлі. Иә, Тәндейлі. Оны жіберіп қойған Пайысқанмен, да? 3 бала ма, 4 бала ма болған оны? 3 баламен жүрем ғой. Алматыда бір баласы. Исатай, Дәулет. Исатай, кім мана? Пайысқан. Тағы біреу бар емес пе? 3 бала Алматыда біреу бар. Исатай, Пайысқан. Тағы біреу бар ма? 4 сияқты. Білмеймін. Айту, 3 анық енді. Пайысқан. Исатай. Оның атын білмеймін. Алматыда құру. Иә, Дәулетіптер ғой фамилиясы, иә, бәрі Дәулетіптер ғой. Мұны Мәқаш. Кішін аты кім еді? Жаңа Жұмабай деп отқан. Жұмабай. 2 бала ма? Мәқаш дегенде баласы бар ма Бижамалдардан? Дәулет Жұмабайдың ағасы бар ма Мәқаш деген? Өлді ғой. Болды ғой. Оның әйелі кім? Бұрынғы әйелі сайқында тұр. Кім еді аты? Жұман ба? Түман ба? Жұман ғой. Ол да 2 әйел еді ме? Доғдырда істеді ғой, доғдырда. Айтуырым. Басқа әйелмен жүрді ма, бытшыт болып кетті ғой. Бижамал қыздай тиіп тұр ма? Иә. Қайдағы қыз? Білмеймін. Баланы есіп келген жоқ па одан? Соның қолына кіріп кеткен ғой. О кезде де сондай болып тұр ғой, о кезде де. Енді мына бала шағасымен қалды ғой енді. Танзила байға тиген жоқ па содан кейін? Жоқ. Байғыз. Қарт не істеттім бет қарт? Бастық болды ма? Партбилет. Магазиннің бірдеңелері болды ма? Партбилетін ауыстыруына қарағанда.